Әл-Бақара сүресі 80-84 аяттар. Тозақ оты бізді санаулы күндер ғана шаршиды, дейді олар. Оларға айт, уа Мұхаммед, осы жөнінде сендер Алладан уәде алып па едіңдер? Алла өз уәдесін еш уақытта бұзбайды, деп сеніп тұрсыңдар ғой. Өздерің анық білмеген соң, Алла жайлы олай деп ой топшылап жүрсіңдер ғой. Жоқ, кім-кім көп жамандықтар жасап, өздерінің мол күнәларына өздері көміліп қалса, міне, тозақтың тұрғындары солар. Ондайлар онда мәңгі қалады. Ал Аллаға иман келтіріп, өмірін ізгі амалдармен көркемдеген жандар жәннат тұрғындары. Ондайлар оны мәңгілік мекендейді. Алладан басқа еш нәрсеге табынбағандар. Ата-аналарыңа, туысқандарыңа, жетімдерге, міскіндерге қайырымды болыңдар. Адамдарға жақсы сөз айтыңдар. Намазды толық орындаңдар. Зекет беріңдер, деп Исраил ұрпағына үкім еткеніміз естеріңде ме? Алайда, осыдан кейін де аз ғана топтан өзгелерің теріс айналып, басқа жолға кеттіңдер. Бір-біріңмен қырқысып, қан төкпеуге, біріңнің үйлеріңді екіншілерін тартып алмауға да уәде бергенсіңдер. Оған өздеріңде куә болғансыңдар. Бірақ осыдан кейін де қырық пышақ болып, бір-біріңді өлтірдіңдер. Дұшпандық қылғандарға, күнәһарларға жәрдемдесіп, араларыңдағы бір топ адамға зәбір көрсетіп, үйлерінен қудыңдар. Ал егер де олар тұтқын болып алдарынан келе қалса, Тәураттағы заңға сәйкес бодауын алып босатып жібердіңдер. Бірақ оларды о басы қудалау сендерге харам етілген еді. Сонда өздеріңе жіберілген кітаптың кей қағидаларын орындап, ал кейбіреулерінен бас тартасыңдар ма? Бұлай істейтіндердің жазасы бұл дүниеде қорлық көру. Ал қиямет күнінде ондайларға ауыр азапқа түседі. Барлық істерің Аллаға ғана мәлім.